Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді оңай жасалатын бауыр тортының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдын ала жуып тазалап алған бауырларымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Яғни мен қазір бұларды ет тартқыштан өткізетін боламын. Соған ыңғайлы етіп, орташа көлемде кесіп алатын боламын. Дәл осылай өзіме ыңғайлы етіп, орташа көлемде бөліп алдым. Турап дайындап алған бауырларымызды ет тартқыштың көмегімен осылай өткізіп аламыз. Егер сізде ет тартқыш болмаған жағдайда блендердің көмегімен езіп алсаңыздар да болады. Өткізіп алған бауырымыздың үстінен 2 дана жұмыртқамызды салып аламыз. Енді осы жұмыртқамызды шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Қаласаңыз венчикпен не болмаса қасықпен араластырсаңыздар да болады. Енді кезекте 1 бокал сүт құямыз. Дәл осы бокалмен 1 бокал ұн құятын боламыз. Барлығын түйірі қалмайтындай етіп біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. 1 шай қасық тұз және де 3 ас қасық көлемінде сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация басып каналыма тіркеліп, жазылып қойды ұмытпаңыздар. Енді кезекте табамызды отқа қойып, кішкене ғана щеткамен осылай майлап аламыз. Қызып тұрған табамызға дайын массамызды құямыз. Барлық жеріне осылай тура құймақ пісірген сияқты етіп, барлық жеріне бірдей жағып шығатын боламыз. Жетпей қалған жерлеріне дәл видеодағыдай етіп, кішкене ғана құйып, толықтырып жағып қойсаңыздар болады. Бір беті шамамен 2-3 минутта пісіп шығады. Қараңыздар, беті өзгеше болып тегістеліп, тесіктер пайда болғанда астыңғы бөлігі пісті деген сөз. Екінші бетін аударып алатын боламыз. Міне осылай қып-қызыл әп-әдемі болып пісіп шығады. Ал екінші беті өте жылдам піседі, сол үшін күйдіріп алмауға тырысыңыздар, қарап отырыңыздар. Қалғандарында дәл осы ретпен пісіріп алатын боламыз. Табамызға құйып, орташа отта осылай тесіктер пайда болғанға дейін пісіріп алып отырамыз. Енді кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 дана пияз қажет болады. Пияздарымызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Және де 2 дана сәбіз қажет болады. Сәбізді осылай үккіштің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Дайын болған сәбіз бен пиязды алдын ала қызып тұрған майымызды кішкене сарғайтып қуырып аламыз. Ең алдымен осылай пиязымызды қақпағын жауып қуырамыз. Сарғайғаннан кейін үстінен тұз салып, сәбізімізді салып, шамамен 1-2 минуттай қуырамыз. Сәбіз бен пиязымызды 2 минут бойы жақсылап қуырып алдық. Енді кезекте үстінен шамамен 2 ас қасықтай су құямыз. Және де астын өшіріп 5 минутқа қалдырамыз. Өзінің буымен пісіп шығады. Енді кезекте соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге сарымсақ қажет болады, яғни чеснок пен майонезді жақсылап араластырып аламыз. Мен бұл жерде сарымсақты терканың көмегімен өткізіп алдым. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Осылай майонезді соусымызды жағып аламыз. Әрқайсысына 1 ас қасықтан жағып шықтым. Үстінен жаңағы пияз бен сәбізімізді салып аламыз. Осылай барлық жеріне жеткізіп саламыз. Ең соңында бетіне осылай қайнатылған жұмыртқаны үккіштің көмегімен өткізіп салдым. Бетіне сәндік үшін осылай көкшептерден қойсаңыздар болады. Осымен біздің бауыр тортымыз дайын. Бұл видео рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, қолдап қойыңыздар. Қараңыздар, қандай жұп-жұмсақ, өте керемет болып шыққан. Бұл бауырдан жасалған торт әрі денсаулыққа пайдалы. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Тәбет ашатындай өте дәмді, керемет болып шыққан. Қараңыздар, көрінісінің өзі қандай әдемі болып тұр. YouTube каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып алыңыз, және де алдағы уақытта менен қандай видео күтесіздер, астына комментарияға жазып қалдырсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.